Сәлеметсіздер ме, кішкентай бүлдіршіндер? Кітапхана қорына жаңадан келіп түскен жаңа кітаппен танысыңыздар. Саусағынан бал тамған. Балаңызбен бірге өткізген уақыттың аз да болса сапалы болуы тәрбиенің кілті тәрізді. Балаңыздың есте қаларлық сәттерінің өзіңізбен байланысты болғанын қаласаңыз, күнде 20 минутыңызды балаңызға арнаңыз. Бірге ойын ойнап, бірге үйреніп, шығармашылық бірге айналысыңыз. Шығармашылық тек өнерге ғана емес, баланың ой өрісінің, ми жұмысының, тілінің дамуына, түстер мен пішіндерді ажыратуына, талғамының түзілуіне, қиялының шыңдалуына, шеберлікке, еңбекқорлық пен тапқырлыққа жетелейді. Уақыт бөліп қолыңыздағы кітапты қарай отырып, қиялыңызға ерік беріңіз. Әр баланың өзіне тән бірегей мүмкіндіктері бар екендігін ұмытпаңыз. Оларды аша білу үшін балаңызбен бірге ермексаз үйреніңіз. Қағаз қиып сурет салыңыз. Жаңа заттар ойлап табыңыз. Ескі заттарды қалыпқа келтіруді үйретіңіз. Баланың өз бетінше жұмыс жасауына мүмкіндік беріңіз.